Сәлем достар, плюс бәріне керек арнасына қош келдіңіз. Бүгін сіздермен талқыланатын тақырып қан неге қоюланады және қанның қоюлануынан қандай дерттің пайда болуы мүмкін, сол жайлы айтатын боламын. Егер де тақырып қызықты болса, видеоны соңына дейін көріңіз. Арнамнан алыстамау үшін тіркеліп қоңыраушаны басуды ұмытпаңыз. Қанның қоюлануы ауру емес, бірақ қандай да бір қауіптің белгісі. Егер оны сұйылтып өз мөлшеріне келтірмесе, кез келген ағзаға теріс әсер етеді. Тіпті созылмалы дерттің дендеуіне себепші болуы да мүмкін. Қан адам ағзасының ажырамас бөлігі болып табылады. Оның міндеттеріне оттегі мен қоректік заттарды ішкі органдарға тасымалдау ғана емес, бұл иммунитетті қамтамасыз етуді қоса алғанда бірқатар маңызды денсаулық функцияларын орындайтын жүйе болып табылады. Қан өте қою болса, ұсақ тамырлар мен капиллярларға ену қиын болады. Бұл оттегінің жетіспеушілігі анемияның дамуына әкеледі. Бұл жағдайда қанның ұюы инфаркт немесе инсульттың пайда болуы ғажап емес. Мұның алдын алу үшін алғашқы белгілері біліне басталысымен-ақ арнайы маманнан кеңес алып, емдік шараларды бастап кету қажет. Қанның қоюлануына сапасыз су, күнделікті тұтынатын судың сапасыздығы қанның қоюлануына ықпал етеді. Себебі қанның 85%-дан астамы судан тұрады. Егер адам сапасыз суды, атап айтқанда лас немесе хлорланған суды жиі ішсе, дене оның өзгеруіне көп жасушалық энергияны жұмсауы керек болады. Оның дұрыс құрылымды болуы өте маңызды. Өйткені оның негізгі міндеттері қанды сұйылту және қоректік заттардың сіңуін жақсарту болып табылады. Қалыпты жағдайда қанның аздап сілтілі реакциясы бар. Егер адам рационында қышқылды тағамдар көп болса, атап айтқанда сүт, жұмыртқа, тазартылған қант, қанның қоюлануымен бірге қышқылдануы да орын алып кетуі мүмкін. Электромагниттік сәуле қанға қалай әсер етеді? Қанның құрамындағы шағын өзгерістерді компьютерде жарты сағат жұмыс істегеннен кейін байқауға болады. Қанның қатерлі ісігі қалай пайда болуы мүмкін? Ауру сүйек кемігінде тұтқырлықтың жоғарылауымен бірге жүретін қызыл қан жасушалары мен ақ қан жасушаларының көп мөлшерін шығара бастайтынына әкеледі. Қанның қоюлануына қозғалыстың аздығы да әсер етеді. Егер адам компьютер алдында көп уақыт отырса және спортпен айналыспаса, оның қан ағымы бұзылады. Бұл қанның тоқырауымен және қоюлануымен бірге жүреді. Жиі стресстік жағдайларда қанның қоюлануына әсер етеді. Стресс гормондары қан тамырларын тарылтып, қан айналымын айтарлықтай бәсеңдететінін дәлелденген. Авитаминоз ағзадағы аскорбин қышқылының және В тобындағы дәрумендердің тапшылығы қанның қоюлануына да әкеледі. Қанның қоюлануының қандай белгілері бар? Көру және есту қабілетінің нашарлауы, қанмен жеткіліксіз қамтамасыз ету нәтижесінде қоршаған дүниені қабылдау сезімдерінің біртіндеп төмендей бастауы мүмкін. Осымен бірге құлақта шу пайда болады. Тыныс алудың қиындауы болады. Жүректің қанды айдауы қиын болғандықтан адамда артемия басталады. Ол жылдам тыныс алумен бірге жүреді. Тыныс алу аз физикалық күш салудан кейін де тыныштықта болады. Аяқ-қолдардың шаншуы басталады. Әдетте шаншу аяқ-қолдардың ұю сезімімен бірге жүреді. Бұл қанның капиллярларға жақсы тамбағанынан болатын нәрсе. Осы кезде теріде көкшіл түске айналғанын байқайсыз. Ұйқының қанбай қалуы да қанды қойылтады. Миға оттегі қажетті мөлшерде жетпегендіктен адам жиі есінейді, әрі үнемі шаршап жүретін болады. Күндізгі уақытта адам тез шаршайды, әрі көзінің асты көгерген сияқты болып тұрады. Қанның қоюлануына тағы бір әсер ететін факторлар мазасыздану, ашуланшақ сезімнің туындауы, жаны жай таппай үнемі алаңдап отыру.
бұлшықеттің тарылуы, қызуыңыз көтеріліп, сүйегіңіз сырқырап жатқандай сезімде болу, ұйықтап жатып та демалғандай күй кешесіз. Ауру әсіресе бастың артқы жағынан береді. Баяу қан кету. Қолыңызды, теріңізді абайсызда кесіп алсаңыз, қан өте баяу ағады. Одан бөлек қанның түсі ашық емес, керісінше қою, қызғылт болады. Басыңыз ауырады. Қаны қоюланған адамның басы жиі ауырып жүреді. Оны дәрімен де, тынығумен де емдей алмайсыз. Қанның қоюлануының алдын алу шаралары, емдеу жолдары қанның мөлшерін анықтаудың негізгі жолы зертханалық талдау, яғни анализдер тапсыру. Егер қан жасушаларының саны жоғары болса, онда қан қоюланады деген сөз. Науқастың шағымына қарай дәрігер қосымша зертханалық және аспаптық диагностикалық әдістерді тағайындайды. Олардың ішінде биохимиялық қан сараптамасы, магнитті резонансты томография, компьютерлік томография, эхонокардиография болады. Көп жағдайда дәрігерлер дәрілік терапияға жүгінеді. Қанды сұйылтатын дәрілерге келетін болсақ, қанды сұйылтатын өнімдер дәрілік терапиядан басқа күнделікті тұтынатын тағамдарға мұқият болған абзал. Қанның қоюлануына алкоголь, ысталған ет, газдалған сусындар да ықпал етеді. Оның орнына майлы балық, зығыр майы, балғын көкөністер, олардың ішінде ақ қырыққабаты, брокколи жатады, және жеміс-жидектердің ішінде құлпынай мен жүзім, ананасты үзбей жегеніңіз дұрыс. Оған қоса зімбір сусынын ішу өте пайдалы болмақ. Күнде таңертең 10 шақты кез келген жаңғақ жеуге болады. Қанның қоюлануынан қандай қауіп күтуге болады? Қан қоюланғанда бойыңызды әлсіздік билейді, басыңыз жиі ауырады, ұйқысыздық мазалайды, басыңыз айналады, ұйқыдан шаршап тұрасыз, ауа жетпей көзіңіз қарауытады, денеңіз тоңады. Міне осы белгілер қанның қоюланғанын білдіреді. Қанның қатты қоюлануынан түрлі дерттерге адам шалдыға бастайды. Қанды сұйылтуға арналған табиғи қандай өнімдер бар? Олардың бірі талдың қабығы. Талдың қабығынан дайындалған тұнба, түйе жоңышқадан жасалған тұнба, талшын тұнбасы, жалбыз шайы, лимон қосылған күреңот шайы, қызыл шарап, көк шай көмектеседі. Көк шай қанды сұйылтып тазалайтын қасиетке ие. Оның құрамындағы катехин холестерин деңгейін реттеп, клеткаларды жасартады. Илік заттар қанның сапасыз түйіршіктерін өлтіреді. Ал Е дәрумені жасушаның жаңаруына ықпал етеді. Қанды сұйылту үшін зімбір қосылған көк шай ішуге болады. Оны дайындау үшін зімбірді тазалап, майдалап, кесектеп турап аласыз. Үстіне су құйып, отқа қоясыз. Бірнеше минут қайнаған соң сұйықтықты сүзіп алып, көк шай саласыз. Емдік шайды 15-20 минуттай тұндырып қою керек. Шайды күніне 2-3 рет қайталап демдеп ішсеңіз, бойыңызды билеген ауыртпалықтан арыласыз. Табиғи шырын, қанды сұйылтатын керемет емдік сусын деп айтса болады. Оның құрамында су, дәрумендер мен микроэлементтер болады. Аурудың алдын алу үшін күніне 1 рет 1 стақан табиғи таза шырын ішіңіз. Әсіресе ананас, апельсин, сәбіз, анар, таңқурай, құлпынай, лимон, мүкжидек, жүзім, алма, қызанақ шырындарын көбірек ішу керек. Зығыр майы В, А, Е, К дәруменіне және жартылай қанықпаған майға бай. Майдың көмегімен қан тазаланады, сұйылады, ұйымайды әрі жүрек қан тамырлары жүйесінің ауруларының алдын алады. Ол үшін күнде аш қарынға 1 ас қасық зығыр майын ішіңіз. Егер жүрегіңіз айнып, мазасыздансаңыз, онда майды тамақтанып алған соң ішуге болады. Ал алма сірке суы қанды сұйылтып, ағзаны улы заттан тазартады. Ол үшін күнде таңертең аш қарынға ішу керек. Емдік сұйықтықты дайындау үшін 2 ас қасық алма сірке суы 1 стақан қайнатылған жылы суға араластырасыз. Емделу мерзімі 2 ай. 10 күн үзіліс жасап, қайта жалғастырасыз.
Осылайша 3-4 емнен соң ойлаған нәтижеге қол жеткізесіз. Ең маңыздысы бұл денсаулық. Сондықтан өз дәрігеріңізге тексеріліп, қан қоюлығын анықтап, сараптамалар өткізіңіз. Өз денсаулықтарыңызды күтіңіздер. Денсаулық зор байлық. Ақпараттарым пайдаларыңызға жараған болса, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Сіздермен бірге плюс бәріне керек арнасы. Келесі шығарылымдар тек сіздер үшін.